Ассалаумағалейкум қазақ елі, Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін әңгімеміз әдеттегідей күрке шаруашылығы жайлы болмақ. Яки бүгінгі тақырыпта, бүгінгі видеода талдайтынымыз қадірменді ағайын, бұйыртса қазақ халқының алғашқы күркесі, қазақы күрке туралы айтқымыз келіп отыр. Ендеше дайын болсаңыздар, сіздерді бүгін қызықты ақпарат күтеді. Қадірменді ағайын, видеоны ары қарай жалғастырмас бұрын, мынау видеоның астындағы қызыл подписаться батырмасын басып өтіңіздер. Сол арқылы біздің каналда болып жатқан, менің шаруашылығымда болып жатқан жаңалықтарды біліп отырасыздар. Және де жаңалықтардан кеш қалмау үшін сол подписаться батырмасының жанындағы қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ендеше қадірменді ағайын, сіздермен қазір бірден екі тақырып талқылағым келіп тұр. Ол ең бірінші инкубатордың ішінде тұрған жұмыртқаға қалай аваскоп жасау керек, яғни ішінде балапан бар ма жоқ па, соны қалай анықтау керек. Екінші тақырып ол қазақ еліндегі бірден бір қазақы күрке деген атқа лайық болуға тиісті күрке тауықтар. Бұл әрине Тараз қаласындағы Кемелбек деген ағамыз осыдан 4-5 жыл бұрын Бик 6 породасының ұрғашы күрке тауықтарын алып, бронза түстес қарапайым күрке тауықтың аталығымен қолдан ұрықтандыру арқылы селекция жасаған. Сол күрке тауықтар, сол гибридтерден өздері жұмыртқа тауып, өздері балапан басып шығару қасиеті табылған. Және де қазіргі кезде солардан тараған 4-ші буынның жұмыртқасын алып отыр. Құрметті көрермендер, жаңағы Бик 6 мен бронза түстес қораздың арасына шыққан гибридтің салмақ беруі өте жақсы шыққан. Еркектері 17 килограммға дейін, ұрғашылары 10 килограммның үстіне шығып отырған. Қазіргі таңда солардың 4-ші буынның алғашқы жұмыртқаларын менің тұрақты түрдегі көрерменім болғандықтан, қадірменді ағайын, маған 40 жұмыртқа сыйға тартқан болатын Кемелбек ағамыз. Өзінен хабарласып отырып, осы жұмыртқаларды алып, бұйыртса биыл жаңағы гибридтердің арасынан шыққан 5-ші буынын осы менің шаруашылығымда өсіріп, нәтижесін көрсем бе деймін. Егер біздің каналмен бірге болсаңыздар, осы жылдың соңына қарай дәл сол порода деп айтсам артық кетпейтін шығармын. Дәл сол порода болып қалыптасып таяп қалған күрке тауықтардың салмақ жинауы қандай болады, өсімі қандай болады, жалпы жетістіктері қандай болады, соны тамашалайтын боласыздар. Ендеше осыдан әрі қарай сол Кемелбек ағамыз беріп жіберген жұмыртқаларды осыдан 12 күн бұрын инкубаторға салған болатынмын. Соларды аваскоп жасаймыз. Ендеше қадірменді ағайын, осы видеомен сіздерге бірден екі тақырыпты түсіндіріп кеткім келіп отыр. Біріншіден, инкубатордың ішіндегі жұмыртқаның ұрықтанған екенін қалай тексеру. Екінші, мынау қазақы күркенің, өзім солай деп атағым келді, қазақы күркенің жұмыртқаларының ішінде қанша пайызында ұрық бар, қаншасында жоқ екенін сіздерге көрсетсем деймін. Ендеше аваскопты қалай жасаймыз? Мынандай қолшам арқылы, қолшамды жұмыртқаның үстіңгі жағына тигізу арқылы ұрықтанған екенін тексереміз. Ендеше мынау Кемелбек ағаның беріп жіберген жұмыртқасы, бастаймыз. Ұрықтанған. Міне жарық соңына дейін өтіп тұр. Демек, бұл ұрықтанбаған жұмыртқа деген сөз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу,
алтау, жетеу, бар, 8, 9, 10. Ендеше қадірменді ағайын, өздеріңіз көргендеріңіздей Кемелбек ағаның беріп жіберген 40 жұмыртқасының ішінде 10 жұмыртқасы ұрықтанбаған. Демек 75%-ның ішінде балапан бар. Бұйыртса ардақты ағайын 30 балапан күтеміз. Бұйыртса осы қазақы деген атауға лайықты болайын деп тұрған күркелердің салмақ беруі қанша болады, осы күркелердің өсімі қалай болады, түрі қалай болады, соны біздің каналдан алдағы жыл бойы бізбен тамашалайтын боласыздар. Ендеше қадірменді ағайын, қазақ бауырлар білсін деп, көрсін деп, үйренсін деп салып жатқан ақпараттар легі осындай болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Бейбіт күндерде аман есен жүздескенше. Қош, сау болыңыздар.